осындай жумсақ дәмді медовый торт пісіргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ауызда еріп кететіндей. Мінекей. Медовый тортымызға керекті заттар: 2 қасық табиғи бал, мед, 100 грамм сары май, 1 қасық пищевая сода, осынша ғана тұз, 100 грамм қант, 2 тал жұмыртқа, керегінше ұн. Бісміллә деп бастаймыз. 2 қасық медімізді саламыз. Екінші қасық медімізді саламыз. Астын кішкене басып қоямыз, қатты қоймаймыз астын. Енді үстіне пищевая содамызды саламыз. Асты ұдасын. Енді осыны қызарғанша араластырып тұрамыз. It's not ours to settle. Let's get inside the room. Although you know you're the one who can save yourself. Sunset and you're knocking at my door. No hint of insecurities, but then it leaves us with a small twinge of melancholy. The silent breaks, but it does so awfully. Whispers can be heard, but there's no seagull. Енді бұны табағымызға құйып аламыз. Астын өшіп. Мінекей табағымызға құйып алдық. Кішкене бір 2 қасық су қосып жібереміз. Міндетті түрде су қосу керек. 2 қасықтай су қосып аламыз. Енді осыған жұмыртқамызды шағып, аз-аздан ұн саламыз. Rainy days may come and go, it splashes through the window. I can listen to the color, and with you it's getting better. Мінекей, осындай болу керек қамырымыз. Мінекей. Бетін бұлай жауып қойсақ та болады. Мінекей медовыйымыздың қамыры дайын болды. Енді бұны бөліктерге бөліп аламыз. Қанша бөлек шықса, соншама слой болады. Қалғандары беті қатқан үшін бетін жоқ қойдық. Сімізге жегіміз қазір.
бөлісімізге жаямыз қалған жерлерді. Есті не үшін төңкеріп қойып десеңіздер, осылай жайғанға ыңғайлы. Енді осыны пісіреміз. Мінекей пешімізге саламыз. Қоржынымызды үстіңгі жағына қоямыз, өйткені үстіңгі жағында бір қалыпты піседі. Мінекей қоржынымыз дайын болды. Міне осылай піседі. Келесі саламыз. Мінекей қоржынымызды пісіріп алдық. Ыстық күйінде кесеміз. Мінекей корждарымыз дайын болды. Енді бұған крем дайындаймыз. Кремге керекті заттар: 700 грамм сүт, 100 грамм қант, 1 тал жұмыртқа, 1 қасық тұз, кішкентай қасықта, 1 үлкен қасықта оның керек болады. Сүтімізді қойып, газге қоя тұрамыз. Енді сместеріміздің бәрін араластырамыз. Үстімізге жұмыртқамызды жарып, араластырамыз жақсылап. Бірден араластырып, балаларыңызға қарай май қосыңыздар. Кейбіреулер көп қосады, кейбіреулер аз қосады, кейбіреулер тіптен қоспайды. Осылай жей береді. Жартысын қостым. Креміміз суығанша қоржынымызды езіп аламыз. Креміміз қою болды. Енді бұны жағып шығамыз. Бұл тортымыздың бір құпиясы: креміміз қатты суып кету керек емес. Жылырақ болса да болады. Кремімізді жағуды бастаймыз. It's not ours to settle. Let's get inside the room. Though it's not ours to settle. Let's get inside the room. Let's get inside the room. Мінекей кремімізді жағып алдық. Енді езіп қойған крошкамызды сеуіп шығамыз. Rainy days may come and go. It splashes through the window. I can listen to the color. Кремімізді жағып, крошкамызды сеуіп алдық. Енді 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін кесіп жей берсеңіздер болады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып,
Сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.